Әжемнің әңгімесі. Әжем ақырындап өз бөлмесінен шығып, қонақ бөлмеге кіріп келе жатты. Қонақ бөлмеде немересі мен келіннің дауыстары шығып тұрған еді. Келіні: балам, дастарханға отыр, сорпаңды құйып қойдым, суытпай ішіп ал. Қонақ бөлменің бір бұрышындағы өзінің ауылдан алып келген көрпесінің үстінде отырған әжесін көрген немересі: әже, кел бірге тамақ жейміз, деді. Қарт апа бір күрсініп алып: үйдің отағасы келмей тұрып дастарханға отыруға болмайды. Әкеңіз келсін, бірге жейміз бұйырса. Келіні: ойбай апа, бұл әдеттерінің заманы өтіп кетті. Ескірді ғой. Қазіргілер кім аш болса дастарханға отырады. Балаңыз келіп өзі жей береді, деді. Қызым, адамдардың өз әдебі секілді үйдің де өз әдебі, заңдары бар. Немере шыдай алмай сөзге араласып: ой әже, не ол үйдің әдебі, деді. Қарт апа былай деді: біз кішкентай кезімізде әкеміздің алдында дұрыс отыруды үйренетін едік. Үйде ата-анамыз алдында аяғымызды созып отырмайтынбыз. Үлкендеріміз сөйлесіп отырғанда олар рұқсат бермейінше сөзге араласпайтынбыз. Бөлмеге үлкендеріміз келгенде тұра қалып орын беретінбіз. Әкеміз дастарханға отырмай тұрып, біз ешқашан отырмайтын едік. Әкеміз келіп: бисмилля, ал келіңдер, деп айтатын. Барлығымыз жүгіріп келіп отыра қалатын едік. Соңында дастархан батасы оқылатын. Отбасымен жеген тамақты әрқашан дәмді деп санайтынбыз құлыным. Бұл дастархан әдебі. Немересі: ой әже, бұлардан стресс болмайсыз ба, деді. Жоқ құлыным, біздің заманымызда құрмет болған жерде махаббат бірге жүретін. Махаббат болған жерде қайдан стресс болсын. Тамақтар дәмді, ұйқымыз тыныш. Білесің бе, мен стресс деген сөзді осында қалаға келіп үйрендім. Біздің ауылымызда ақылында кемістігі бар бір бала болатын. Бәрі оны Жынды Ибрахим дейтін. Ол кезде сол Жынды Ибрахим де стрессіз, бақытты болатын. Кешке дейін көшеде балалармен ойнайтын, қарны ашса бір есікті қағатын. Қай есікті қақса да оны үй иелері тойғызып жіберетін еді. Шаш өсіп кетсе шаштараз шашын қиып қоятын. Хамамшы оны шомылдырып тұратын. Жұма күндері ауыл кісілері оның қолынан ұстап намазға апаратын. Ешкім оны кемсітпейтін. Қазір ешқандай нәрсеге құрмет қалмады. Қарашы, үйлерде де құрмет жоқ. Кеш болса да перделер жабылмаған, барлық үйлердің үй іші көрініп тұр, бірақ ешкім ұялмайды. Біз кеш батпай тұрып перделерді жауып, жарықтарды қосып қоятын едік. Перде жабық болса да үстімізді ауыстыруға ұялып, жерге шөгіп ауыстыратын едік. Сырттан көлеңкеміз көрінеді деп қатты ұялатын едік. Осы кезде беті қызарған келіні ақырындап тұрып перделерді жапты. Үйдің әдебі пердесінің жабылмағанынан белгілі болады, дейтін еді үлкендеріміз. Үйдің алдында ешкім іш киімдерін асып қоймайтын, көршілерден ұялатын еді. Мен кішкентай кезімде шалбарымды үйдің алдына іліп қойған едім. Анам келіп: қызым, әкең бүгін ауылға шыққан кезде сенің шалбарың ілулі тұрған. Қалай ұялғанымды білсең ғой. Екінші рет ортақ ілме, үйдің артына іл, үстінен жұқа мата іліп қой, деді. Мен ол кезде 12 жаста едім. Анам бұны маған айтқан кезде жер жарылып жерге кіріп кетсем екен деп ұялғанымдай. Қазір қалай? Өткенде таза ауа алайын деп балконға шығып едім. Қарсыдағы көршіміз барлық кірлерін асып қойыпты. Ұялғанымнан ішке кіріп кеттім. Бүгінгі күні тамақты сыртта жейтін болды. Көз құрметі деген болады. Оны ешкім ойламайды. Біз базардан зат сатып әкелетін болсақ, оны әдемі пакетпен үйге әкелген бойда дәмді тамақ жасайтын едік. Көзге құрмет жасауымыз керек. Қызғаныш болады. Ол тамақты алуға ақшасы жетпейтіндер де бар. Соларға, кем дегенде соларға құрмет көрсетуіміз керек. Пайғамбарымыз: тағамыңыздың иісімен көршіңіздің үйінде аза оқымаңыз, деп айтты. Үйдің тағы бір әдебі бар. Ең маңыздысы да осы. Үйдегі жағдайлар ешқашан сыртқа шығарылмайды. Жегеніміз, ішкеніміз, әңгімелер, ұрыстар. Бұл да үйдің бір әдебі. Ешкімге айтылмайды. Сол үшін үй ішіндегі мәселелер оңай шешіледі. Пайғамбарымыз да әсіресе әйелі мен күйеу арасындағы әңгімелер ешкімге айтылмайды. Бұл күнә болып табылады деген хадистер айтқан. Солай емес пе, Ләйләм, деп келініне айтады. Ләйлә ұялыңқырап: я анашым, деді ақырын дауыспен. Немересі: әже, қазір Facebook деген нәрсе бар. Адамдар ресторанда отырғанын, не жегенін суретке түсіріп, мыңдаған адамға жариялап жібереді. Ой,
адам еш уақытта не жегенін сөйтіп көрсетеді ме екен? Әрине әже, әр нәрсенің фотосуреті бар. Қыдырған жерлері, не жегенін, не кигенін, жұбайлары алған гүлдерінің үстіне жазылған тілектердің бәрін фотосуретін салып қояды. Сонда әжесі айтады: біз отағамыздың алдында бірге жүруге ұялатын едік. Жесірлері бар, тұрмыс құра алмайтын қыздар бар. Олардың көңілдерін жаралағымыз келмейтін. Отағамыздан бір қадам артта жүретінбіз. Қазір болса, көшеде ұрсып тұрады, сүйісіп тұрады. Бәрі. Оның нәрсенің барлығын ойламайды. Әрине, ар-ұят болмаған жерде мейірім де қалмайды. Үлкендерімізге, кем дегенде үлкендерімізге құрмет етсек, бұл үйіміздің берекеті болатын. Үйдің ұяты жабылған перделері болатын. Ал махаббаттың ұяты жасырыну, көздің ұяты көзде, дененің ұяты жабық киімде.